Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге сабақ барысында оқушылардың қызығушылығын арттыруға, білімді ойын арқылы бекітуге мүмкіндік беретін Room Recess атты онлайн платформасымен таныстырғым келеді. Қазіргі таңда біз үшін ең маңызды мәселелердің бірі оқушыны сабаққа белсенді қатыстыру, әсіресе бастауыш және орта буында. Осы тұрғыда цифрлық білім беру ресурстарының маңызы өте зор. Солардың бірі Room Recess. Енді Room Recess дегеніміз не? Room Recess бұл білім беру ойындарына арналған онлайн платформа. Платформада әртүрлі пәндер бойынша, соның ішінде математика, тілдік дағдылар, логика, уақыт, ақша, өлшем бірліктері сияқты тақырыптарды қамтитын интерактивті ойындар ұсынылған. Ең бастысы, бұл ойындар оқу бағдарламасына сай және оқушының жас ерекшелігін ескере отырып жасалған. Платформаның ерекшеліктеріне келетін болсақ, ең бірінші ерекшелігі ол тіркелусіз-ақ қолдануға болады. Ол мұғалім үшін де, оқушы үшін де өте ыңғайлы. Екіншіден, ойындар деңгейлерге бөлінген, яғни оқушының өз мүмкіндігіне қарай тапсырмаларды орындай алады. Балабақша оқушыларынан және 6 сынып оқушылар аралығында көптеген ойындар бар. Үшіншіден, интерфейс, яғни өте қарапайым әрі түсінікті, тіпті цифрлық дағдысы төмен оқушыларда оңай меңгере алады. Төртіншіден, платформаны сабақ үстінде, сергіту сәтінде, бекіту кезеңінде үй тапсырмасы ретінде қолдануға болады. Енді сіздер үшін пайдасы қандай? Бұл платформа сабақты қызықты өткізуге, оқушылардың ынтасын арттыруға, теориялық білімді тәжірибе арқылы бекітуге мүмкіндік береді. Олай болатын болса, қазір сіздермен бірге 6 сыныпқа арналған математикадан ойындарды қарастырып көрейік. Көріп отырғандарыңыздай, тегін онлайн ойындар. Өте көп ойындар. Мысал үшінге балалардың өзіміздің де ойнайтын крестики нолики ойынын қарастырайық. Кез келген ойынды таңдайсыздар. Осындай бет ашылады. Енді осы арада сіз компьютермен немесе планшетпен отырғаныңызды таңдайсыз. Бір немесе екі ойыншы. Енді мынау алдарыңызда тұрған, яғни балалардың деңгейлері, яғни 6 сыныпқа тоқталайық. 6 сынып бойынша тақырыптарға арналған, яғни оқушының сергіту сәтіне бекіту сабағы ретінде қолдануға болатын керемет ойын. Бірінші ойыншы жүріп отырады. Ары қарай екінші ойыншы. Осылай кете отырып, оқушыны ары қарай қызықтыруға, сабақты бекітуге өте таптырмас керемет құрал болып табылады. Жалпы қорытындылай келе, Room Recess бұл жай ғана ойын платформасы емес, оқу процесін жандандыратын тиімді цифрлық құрал. Егер сіз сабағыңызда оқушының қызығушылығын арттырғыңыз келсе, ойын арқылы оқытуды қолданғыңыз келсе, заманауи цифрлық ресурстарды тиімді пайдаланғыңыз келсе, онда Room Recess платформасын міндетті түрде қолдануға кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет.